Жүрек алдыңғы көкірек аралықта медиастинум антериорда орналасқан. Оның 3/2 бөлігі жалпы кеуденің сол жақ жартысында, 3/1 бөлігі оң жақ жартысына орналасады. Енді көкірек аралық дегеніміз не? Медиастинум дегеніміз алдынан төс пен қабырға шеміршектерінің артқы бетінен, ал артқы жағынан кеуде омыртқаларының денесі, ал екі бүйірінен медистиналды плеврамен шектескен. Осы аралықты біз көкірек аралық дейміз. Көкірек аралық төменгі жағында диафрагмамен шектеседі, ал жоғарғы жағында ол тікелей мойын аймағымен байланыс жасап тұрады. Осы көкірек аралықта өкпе түбірлерінің артқы жиегі арқылы жүргізілген фронталды жазықтық алдыңғы және артқы көкірек аралыққа бөлінеді. Сондықтан жүрек осы классификация бойынша ол алдыңғы көкірек аралықта орналасқан. Жүректің шекараларына келетін болсақ, жүректің оң жақ шекарасы бұл екінші қабырғаның төске бекитін жерінен бір шеміршегінен 1-1,5 см сыртқа қарай, оңға қарай, ал үшінші қабырғаның төске бекитін жерінен жоғарғы жиегінде 1-2 см және бесінші қабырғаның төске бекитін жерінен 1-2 см осы аралықта сыртқа қарай доға тәрізді қосатын сызық оң жақ шекарасын түзейді. Сол жақ шекарасына келетін болсақ, екінші қабырғаның шеміршегінің төске бекитін жерінен 2-2,5 см, ал үшінші қабырғаның шеміршегінің жоғарғы жиегінде ол төстің сол жақ жиегімен линия медиаклавикуляристің ортасына сәйкес келеді. Ал жүрек ұшы 5-ші қабырға аралықта линия медиаклавикуляристен 1-1,5 см ішке. Осы айтылған нүктелерді сыртқа қарай доға тәрізді қосатын сызық жүректің сол жақ шекарасын құрайды. Ал төменгі шекарасы, төменгі нүктелерді қосатын сызық төмен қарай дөңес қосады. Осы айтылған нүктелерді қосатын сызық жүректің шекарасын құрайды. Енді топографиялық анатомияларда жүректің жоғарғы шекарасын сипаттамайды. Себебі жүрек өзі жоғарғы жағында тікелей ірі қан тамырларына жалғасатындықтан, немесе кейбір ірі қан тамырлар жүрекке келіп құятындықтан, бұл жүрек сол ірі қан тамырларына ілініп тұрған сияқты. Ал анатомиялық оқулықтарда жүректің жоғарғы шекарасын ажыратады. Ол осы айтылған нүктелер сақталады, тек жоғарғы шекарасы үшінші қабырғалардың оң жақтағы және сол жақтағы үшінші қабырғалардың шеміршегін жоғарғы жиегінен қосатын сызық жүректің жоғарғы шекарасы болып табылады.